Сәлем достар, сіздермен бірге кино айтушы. Баронесса Кэтрин өзінің балаларын мектептен алып келе жатыр. Олар үлкен қамалда тұрады, және бұл аймақтағы ең ықпалды отбасылардың бірі болып табылады. Әйел өздерінің қызметкерлеріне өте қатал. Жолда келе жатқанда жұмыссыз отырған жылқышысын көріп, оған айқайлап береді. Ал оның күйеуі Франкенштейннің бар уайымы оның жүргізіп жатқан экспериментінде. Ол жоғарғы серік нәсілін жаратқысы келеді, сондықтан өзінің бар бос уақытын осы экспериментке арнауда. Оның Отто есімді көмекшісі бар, әзірге ол өзінің жүргізіп жатқан жұмысынан айналасынан жасырын ұстауда. Өйткені бұл қоғам арасында қарсылық тудыруы мүмкін. Зертханасында бара жатқанында ол мектептен балаларды алып келген жұбайына кездесіп қалады. Кэтрин балалары оқитын мектептің білім беру деңгейі өте төмен екеніне арызданады. Алайда Франкенштейннің бұл жайлы талқылауға уақыты жоқ, сондықтан асығыстанып зертханада кетеді. Кэтрин соңғы уақыттары күйеуінің уақытының басым көпшілігін тек зертханада өткізетініне уайымдай бастайды. Кешкі тамақ кезінде Кэтрин қайтадан балаларының мектебі жайлы тақырыпты көтереді. Барон оларды шет елде оқытуды ұсынады. Ол жақта білім деңгейдегі мұндағынан қарағанда жоғары екенін айтып. Алайда Кэтрин балаларының өзінің көз алдында өскенін қалайды. Оның үстіне ол осылай балаларының тәрбиесіне араласып, оларға ненің жақсы екенін жеке өзі үйрететін болады. Келесі күні Кэтрин балаларын алып серуендеп қайтайын деп шешеді. Ал Николай жолдасы Саша монақтық өмірді сүргісі келетінін біліп, оны ойынан қайтаруға тырысуда. Ол жастық шақты қызықты қылып өткізу керектігін айтып, егер ол монақтық өмірді таңдайтын болса, көп нәрсені жоғалтатынын айтады. Алайда Сашаның бұл өмірден көздегені ләззат емес, ол рухани жағынан дамығы келеді. Оның үстіне оны қарапайым ләззаттар қызықтыра бермейді. Барон өзінің көмекшісімен бірге мәйіттерден органдарды алуда. Олар әйел зомбиді жасаумен айналысуда. Ал кейін әйелді аяқтап болғасын, еркек жаратылысына кіріседі. Олар осы өздері жасаған екі жаратылысты бір-бірімен будандастыра отырып, олардан жоғарғы нәсілді бала дүниеге келеді деп жоспарлауда. Оларға жаратылыстарының бір-біріне ғашық болып қалуы өте маңызды. Сондықтан зомби еркектің денесіне жүргіш еркектің басын орнатайық деп шешеді. Осы мақсатта олар жезөкшелер ордасына қарай бағыт алады, өздеріне қажетті еркекті табу үшін. Бұл уақытта бұл орында Николас пен Саша жүрген еді. Өйткені Николас жолдасы шіркеуге монах болуға аттанбай тұрып, оны өмірден ләззат алуға үйретпек. Сондықтан сондағы әйелмен келісіп, ол жерден шығып кетеді. Бірақ әйелдер Сашаны қанша еліктіруге тырысса да, оған қарсы ештеңе жұмыс жасамады. Отто мен барон жезөкшелер үйінен шығып келе жатқан Сашаны көріп, оны әйел құмар деп ойлап, өздеріне қажетті адам осы деп таңдайды. Олар бұтақтардың арасына жасырынып, оларды күте бастайды. Кешке таман Саша өзінің масайраған досы Николасты орнына жатқыза бергенде, оған Отто шабуыл жасайды. Күтпеген шабуылға тап болған ол қорғанып үлгере алмады. Оның басын кесіп алғасын, екеуі қайтадан өздерінің лабораториясына оралады, өздерінің жұмыстарын аяқтау үшін. Келесі күні ұйқысынан оянған Николас досының бассыз денесін тауып алып шошып кетеді. Ал барон болса, бұл уақытта өзінің жаңа адамын аяқтап, енді оларды оятуға кіріседі. Кэтрин Николасты өз бөлмесіне шақырады. Еркек ол оған сөгіс жарияйды деп ойлаған, алайда әйел оны еліктіре бастайды. Сөйтсе, әйел өзінің қызметкерінің өзінің қажеттіліктерін өтеу үшін шақырған екен. Әйелдерді жақсы көретін Николас оның қалауына қатты қарсы болмады. Барлығы аяқталғасын әйел бұл екеуінің құпиясы болып қалуын, және енді оның қамалда жұмыс істейтінін айтады. Ол оның қасында болу үшін. Ол осылай күйеуінен алмаған махаббаты өздерінің қызметкерлерінен алмақ. Ал бұл уақытта барон оның жаратқан адамдарының қалай жұмыс істейтінін тексеріп көруде. Ол бұл жаратылыстардың толыққанды өзіндік деңгейіне жету үшін ұзақ уақыт керегенін жақсы түсінеді. Кешке таман ол екеуін отбасылық кешкі асқа шақырады. Қонақтарға қызмет етіп жүрген Николас өзінің досының басын басқа дененде көргенде қорқып кетеді. Ол өз көзіне сенбей оған бірнеше рет қарайды. Оның бұл әрекетін барон да байқайды. Ол әзірге қонақтар қатты тамақты жеуге жарамсыз екенін Николасқа ескертеді. Кешкі астан кейін ол өзінің уайымы жайлы Кэтринмен бөліседі. Алайда Кэтрин күйеуінің жеке жұмыстары туралы ештеңе білмейді. Өйткені күйеуі өзінің еңбектерін үнемі жасырын ұстайды. Ғалымның барлығын құпияда ұстайтыны Николасты одан әрі қызықтырды. Сондықтан ол жеке оны аңдиын деп шешті. Ол өзінің досының өліміне ғалымның қатысы бар жоғын білгісі келеді. Эрик пен Моника әкесінің зертханасына келеді, онда ойнау үшін. Олар бұнда неше түрлі адамдардың органдарын тауып қатты таңғалыста қалады. Алайда кенеттен әкесі келіп қалып, олар қосымша есік арқылы ол жерден қашып шығады. Отто баронға Николастың түрі таныстай көрінетінін айтады. Бұлай баронда уайымдап жүрген болатын, өйткені Николас Сашаға күдікпен қарайды.
Кейінірек отта үй тазалаушысының өздерінің екі жаратылысы жайлы біліп қойғанын түсініп, оны өлтіруге мәжбүр болады. Николас ақырын зертхананың аймағына келеді, алайда оны ғалым байқап қойып, бұл жерден кетуін талап етеді. Бірақ ол берілмей, олардың жұмыстарынан сырттай бақылауға мүмкіндік алатын жерді табады. Барон өзінің жаратылыстары көбею үшін оларды бір-бірімен сүйістірмек болады, алайда еркек жаратылыс бұған қызығушылық танытпайды. Барон эксперименті сәтсіздікке ұшырап жатқанына ашулана бастайды. Өйткені ол жасаған адамы көбею үшін әдейі әйел құмар еркекті таңдадым деп ойлаған болатын. Ол өзінің неден қателескенін ойлап зертханадан шығып кетеді. Осы уақытта Николас пайда болып, досын құтқаруға тырысады. Алайда барон қайта пайда болып, оның алдына тұрады. Оның жаратылысы оның бұйрығына толыққанды бағынады. Сондықтан Сашадан Николасты есінен тандыруды сұрайды. Саша барлығын ол айтқандай істегесін. Олар Николасты жоғарыға іліп қойды. Кэтрин пайда болып, күйеуінен Сашаны бере тұруын сұрайды, өзіне қажет екенін айтып. Кэтрин мен Саша кеткесін. Ол оттада Николастың көзін құртуын сұрайды. Алғашында отта бас тартқысы келген, алайда оның басқа таңдауы болмады. Ғалым кеткесін оның әйел зомбиге деген махаббаты ашылып, оны құшақтай бастайды. Алайда ол кездейсоқ оның басын жұлып алады. Қайта оралған ғалым бұны көргенде ашуына мініп, оны тұншықтыра бастайды. Осы сәтте оған Кэтриннің өлі денесін құшақтап Саша келеді. Бүгінгі орын алып жатқан жағдайлар оны есінен адастырып тастады. Ол өзінің экспериментісі өзінің кесірінен сәтсіздікке ұшырағанын мойындаудан бас тартып, барлығына Николасты кінәлі деп санайды. Сондықтан оның көзін құртуды бұйырады. Алайда Николас бұл жолы оның айтқанын орындамады. Ол ғалымның бара-бара есінен алжаса бастағанын түсініп, оның өзін өлтіреді. Ал кейін ары қарай өмір сүрудің ешқандай мәнін көрмей, өз өмірін аяқтайды. Бірнеше уақыттан кейін ғалымның балалары келіп қырылып қалған отбасын тауып алады. Бірақ оларды бұл жағдай қызықтырып тұрған жоқ. Олар қолына скальпель алып, Николасқа жақындайды, әкесінің ісін жалғастыру үшін. Осы жерден фильмде аяқталады. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған кино айтушы.